топқа бірігіп өтеміз. Қазір мен сіздерге мына Флиппити платформасы бойынша топқа дайындап қойдым. Бірақ біз қазір бұны компьютердің көмегімен ауыстырамыз, яғни өзгертемін. Соған байланысты топқа бөлініп отырасың, жарай ма? Так, ауысты. Алишер, Шадиана, Сардар, Интизар, Бабур бірінші топқа. Екінші Маржана, Розалина, Умида, Мубина, Джахангир екінші топқа. Шабона, Бану, Махамиса, Зиода, Милана үшінші топқа. Қазіргі біздің сабақтарымызда әрқайсысына жауап бергеніне қарай мен сіздерге үлгі беріп отырамын. Яғни осылай бағалап отырамыз. Қазір ең бірінші үй жұмысынан бастайық. Үй жұмысын мына жақтан ашып берейін. Қазір сұрақтар берілген, сұрақтарға жауап береміз. Балалар, біз алдыңғы сабақта әнші-құм тақырыбын өткен болатынбыз. Сол кезде мен сіздерге үшінші тапсырма берген болатынмын. Үй жұмысына сұрақтарға жауап беру. Дайынсыз ба? Олай болса, мына жақта сіздерде сұрақтар беріледі, сол сұрақтар бойынша жауап береміз. Әнші құмның дауысын адамдар ненің дауысына ұқсатады? Адамдар әнші құмның дауыстарını сырнайды, әлде реактивтің дауысына ұқсатады. Жақсы, ұқсатады, Бірлік арасында ребус беріледі. Ребусты тоқтап қараймыз. Сол ребус бойынша бүгінгі тақырыбымыз қандай? Соны кім табады екен? Шайтан көл. Жарайсыздар. Балалар, шайтан көл деген сөздер қандай да бір түсінікті болды ма сізге бұл? Бұл не бұл деген сияқты ой келді ма? Олай болса, біз қазір сіздерге осы шайтан көл жайында мәліметтерді білеміз. Ең алдымен сабақтың тақырыбымен танысайық. Шайтан көл ғажайып. Бүгінгі тақырыбымыз шайтан көл ғажайып құбылыс. Яғни бүгінгі сабақтың мақсаты қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу және жазба жұмыстарда сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу. Балалар, маған айтыңдаршы, сипаттау мәтіні сендер 4-ші сыныпта өткен болатынсыңдар, яғни 4-ші сыныпта мәтіннің түрінен өткен боласыңдар. Қане, сипаттау деген мағынаны қалай түсінеміз және сипаттау мәтіні қандай болады? Кім айтып бере алады? Кән айтатындар бар ма? Түсінікті ма? Кән, Бабур. Сипаттау мәтіні ол бір нәрсені құбылысы сипаттайтын мәтін. Ол мәтінде көбінесе сын есімдер қолданады. Және онымен қатар адамдардың портреті және табиғаттың көріністерін суреттеуді біз сипаттау мәтіні дейміз. Олай болса, балалар, сіздерге берілетін тапсырма мәтінді тыңдап, көлге қатысты нақты мәліметтерді анықтауымыз керек. Және сипаттау мәтіндегі сөздерді тауып айтуымыз қажет. Мен сіздерге қазір алдарына мәлімет беремін, қосымша мәлімет. Сол мәліметтерді оқи отыра және тыңдай отыра, мен қазір қойып беремін. Соны тыңдай отыра мәліметтерді анықтаймыз және сипаттау мәтінін, сипаттау сөздерді теріп айтамыз. Жарай ма? Так, мынаны ала қойыңдар. Жақсы. Қосымша мәліметтер берілді, балалар. Енді алдарындағы тапсырмаларды орындаймыз. Так, тыңдаймыз бірінші. Мынаны тыңдап алайық. Бұғылы тауының теңіз деңгейінен 1200 биіктігінде орналасқан. Су мөлдір, түбі тастақ, су сіңбейді. Оңтүстік, батыс, солтүстік жағаларын қоршап тұрған жартастардың биіктігі 10 және одан да биік. Қар жаңбыр суымен толған. Жартылай бұзылуға ұшыраған қат-қабатты гранитті жартаспен қоршалған. Көлді хош иісті қарағай орманы қоршаған. Жауын шашын мол жылдары артық су шарасынан асып, оңтүстік жағасындағы науа тәрізді арнамен ағып кетіп отырады. Көл құрғамайды. Жан-жағын қарағай, қайың, терек, таң қурай, тасжарған, тобылға, тағы басқа бұтан өскен қалың мың орман көлеңке түсіріп, көл суын көп буланудан сақтап тұрады. Көлдің ғылыми, тарихи, туристік маңызы зор. Мұқановтың Сұлушаш поэмасында осы көлдің көркі әдемі өрнегін тапқан. Жазда көл әйгілі демалыс орны. Жақсы. Тыңдадық. Түсінікті ме, балалар? Енді оқуға уақыт беремін. 2 минут уақыт беремін. Тез қосымша мәліметті оқып аламыз. Сонымен қатар және мәліметтерді анықтап, сипаттау сөздерін тауып айтып бересіңдер. Ал бастадық.
Қарқаралы қаласының оңтүстігінде орналасқан. Жақсы, дұрыстап айтамыз. Тану. Жасакөл әйгілі демалыс орны. Балалар мәдениетті анықтады. Енді сипаттау мәдениет сөздер теріп айтайықшы кәне. Кім айтады? Шадиана. Шайтанкөлдің суы мөлдір, түбі тас. Жарайсың. Су. Айтады ма? Жартылай бұзылуға дайын тұрған жартастар қоршаған. Жартастармен қоршаған. Жарайсың, бабур. Так, ендеше. Келесі тапсырма балалар. Мына жерде суреттердің орнына сөздерді қойып, сөздерді толықтырып жазамыз. Кәне? Кәне? Мақиниса келе ғой. Кітапты ашып жазалым. Екінші сөйлемге. Кәне? Зиода келе ғой. Зиода оқшы бірінші екінші сөйлем. Көл бұғылы деген таудың төбесінде жатыр. Шайтанкөлді гранитті жартас пен қарағайлы орман қоршаған. Жақсы, айта ғой. Су мөлдір таза, судың түбі тас. Жарайсың, келе ғой. Ал дәптерлерімізді ашамыз, мүмкінді жазамыз сосын тапсырманы оқып шығамыз. Балалар екінші тапсырманы жазып болыпты оқушылар. Оқимыз. Мақиниса оқып шық. Шайтанкөл тауда орналасқан. Бала дұрыс па? Жарайсың. Отыра ғой. Екінші, Зиода. Көл бұғылы деген таудың төбесінде жатыр. Жақсы. Дұрыс па балалар? Жарайсың. Шайтанкөлді гранитті жартас пен қарағайлы орман қоршаған. Жақсы, жарайсың. Бану. Суы мөлдір таза, судың түбі тас. Жарайсың. Балалар дұрыс па? Жарайсыңдар. Екінші тапсырманы орындадық. Енді жас болып па сіздер? Балалар, отырғанда жас болыңдар ма? Жарайсыңдар. Жас болыңдар. Орындаймыз. Так, сергіту сәті көршімді сипатта. Балалар, қасымыздағы отырған көршімізді сипаттап шығамыз. Қанеттім сипаттауға дайын. Бану? Менің көршім Зиода. Оның бойы ұзын, шашы да ұзын. Өзі ақылды және әдемі. Жарайсың, сипаттау. Беріліктілер. Маржана? Менің көршім Умида әдемі, шашы қысқа және ақылды. Жарайсың. Шадиана? Мен интизарды сипаттаймын. İntizar boyu uzun, şaşı öte әдемі, қоңыр. Көзі өте әдемі, өзі ақылды және сұлу қыз. Келесі тапсырма балалар. Үшінші тапсырма. Жазба жұмысы топтық жұмыс. Яғни суретті сипатта деп аталады. Алдыңғы ақпараттардан алынған сипаттау сөздерді қолдана отырып, сипаттау мәтінін жазамыз. Мәтін кемінде 7 сөйлем болып қажет. Түсінікті ма? Мен сіздерге қазір алдарыңа парақ беремін. Бостыған ұйымдаса отырып, топтасып жазамыз. Бала жазба жұмысы топтық жұмыс суретті сипатта деп аталады. Алдыңғы ақпараттардан алынған мәліметтерді қоса отырып, сипаттау мәтінін жазамыз. Яғни берілетін мына сурет бойынша жасаңдар да болады. Бұл біздің Шайтанкөл. Мына жоғарыдан түсірілген, мынау жанынан түсірілген су. Міне таудың, бұғылы таудың төбесінде орналасқан. Ал 7 сөйлем болу керек мәтін, осыны құрастырып жазамыз. Ал балалар үшінші тапсырма бойынша тапсырма орындап болды ма? Қай топ бірінші орындады? Бану? Шайтанкөл өте әдемі демалыс орны. Суы мөлдір, таза. Оны хош иісті қорағай ағаштары қоршаған. Гранитті жартас бұзылуға дайын тұр. Жауын шашын мол. Ол Қарағанды облысы Қарқалы қаласында орналасқан. Теңіз деңгейі 1200 метр биіктікте орналасқан. Суретке қарап барғым келеді, бірақ суы ішуге болмайды. Жарайсыңдар. Так, бұл айтаршы, Маржан? Бану өте тамаша жазыпты, бәрі дұрыс.
ма? Жарайсыңдар. Жақсы. Ал екінші топ, бірінші топ қайсы айысыңдар? Бабыр, оқу. Қазақстанда көлдер көп. Сол көлдердің ішіндегі ең кереметі Шайтанкөл. Шайтанкөл Қарқаралы қаласының оңтүстік-батысында 5 километр жерде орналасқан. Көл 1200 метр биіктікте орналасқан. Көлдің ұзындығы 62, ені 40 метр. Су мөлдір, тұнық тастық, сусыз. Көлдің пайда болуы туралы аңыз көп. Іле айтылатын оларға шабуылы туралы аңыз. Жазда Шайтанкөл демалыс орны. Жарайсың. Ал Бабырың жазған жұмысына тән кері байланыс берейікші. Кім айтады? Мағлұм айтады. Бабыр өте керемет жазған. Барлық нәрсені Сипаттау сөздерінде қолданған ба? Иә. Жарайсың. Ал екінші топ оқимыз. Шайтанкөлдің суы мөлдір, түбі ыстық, ал суық сіңбейді. Қар жаңбыр суымен толғады. Жанында орман бар. Көлді хош иісті қарағай орманы қоршаған, жан-жағын қарағай, қайыр, талқұрай бар. Жанында жартыстай бар. Орман өте қалың, әдемі. Шайтанкөл де өте әдемі. Шайтанкөлде демалуға болмайды, бірақ. Демалуға болмайды. Жаңа кері байланыс береді. Ал Зияда. Онда өте керемет жазған. Бірақ ол тегінде тас бар. Түбінде тас екенін. Иә, сол есіне шығып жазған. Жазбай қалған ба? Жарайсыңдар. Бүгінгі жазған топтық жұмыстар бойынша балалар өте жақсы орындадыңдар. Мәтінді жақсы оқып, кері байланыс беріңдер. Өте жақсы. Қолымызды көтерейік. Қане? Өзіміздің басымызды сипап қойшы. Жарайсыңдар деп. Тамаша. Ал келесі балалар біз енді сабағымызды қорытайық. Балалар бүгін Шайтанкөл тақырыбын өттік. Шайтанкөл сіздерге тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сол мақсатта сабақты қорытып жіберейік. Қане, мына жақта сұрақтар беріліп тұр сендерге. Қараңдар, Шайтанкөл таудың қай таудың басында орналасқан? Шадияна. Шайтанкөл бұл тауда орналасқан. Қане, дұрыс екен, тексерейік. Дұрыс. Так, келесі. Шайтанкөлдің ұзындығы қанша метр? 62. Өте дұрыс. Так, келесі. Шайтанкөлдің жағасында не бар? Жаққа не? Гранитті жартас пен қарағайлы орман бар. Қане, дұрыс деген тексерейік. Дұрыс. Келесі. Шайтанкөлдің суы қандай? Рубина? Мөлдір таза. Тексерейік. Жарайсың. Келесі. Көлдің пайда болу туралы жиі айтылатын аңыз қандай? Жахангер? Жоғарыда шабуыл жасағаны туралы аңыз. Өте орынды. Жақсы, балалар бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, және де қандай қиындық тудырды, нені жақсарту керек, және келесі қандай тапсырмалар, қандай әдіс-тәсілдер қолдану керек. Сол бойынша өздерінің ойларыңды стикерге жазып маған өтсеңдер. Жарай ма? Осымен сабақ аяқталды. Үй жұмысына 114-ші бет 7-ші тапсырманы орындап келесіздер. Сонымен қатар Шайтанкөл туралы аңызды оқып келеміз. Жарай ма? Осы туралы Шайтанкөлдің киелі жер деп жатады, киелі су деп жатамыз, иә? Сол қандай су екен, қандай жер екен осы туралы маған мәлімет алып келесіздер. Жарай ма? Ал бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгін балалардың жақсы тапсырма орындаңдар. Ең керемет орындаған ішінде Бабур, Сардар, Шадияна жақсы жауап берді. Маржана, Умида, Жахангир, Мубина, Бану, Милана және Махиниса Зиядалар өте жақсы орындайындар. Кәне өзімізге 5 шапалақ ұрып қойшы.